Баршаға сәлем, сіздермен бірге мен Дорамшик ағай, кезекті обзорды назарларыңызға ұсынамын. Бұл жолы «Ночь убийства» деп аталатын қытайлық фильмге арналады. Негізі бұл жайлы обзор түсіру ойымда болмаған, тек қана рилс ретінде түсіремін деп ойлап едім, түсірдім тіпті. Бірақ содан ойлана келе осы ютубқа да обзор жасайыншы деп, дәл осы фильмге обзорды ұсынып отырмын. Осымен бастайық. 2010 жыл. Көлікте әйел адамның денесі табылады. Сол кезде оның денесін тапқан адам полиция шақырады. Мұнда 10 шақты куәгерлер бар. Әйелді нақты кім өлтіргенін детективтер анықтау керек. Алдымен детективтер қолында гипс бар әйелден жауап алады. Әйелі қайтып бара жатқан кезде өзін біреу тонап кеткенін айтады, бірақ оның кім екенін білмейтінін алға тартады. Детективтер тағы бір куәгерден жауап алады. Ол көлікте кетіп бара жатқанда әйелді тонап жатқанын көріп, соны құтқарып қалдым, ал тонаған адам мотоцикліне отырып қашып кетті дейді. Детективтер дәл осы мотоциклистті іздеуге көшеді. Осы уақытта жәбірленуші туралы айтылады. Ол күйеуімен ажырасқан, ал бұрынғы күйеуі баласын алып кеткен. Күйеуі басқа әйелге үйленіп, өгей шешесі баланы қорлаған. Әйелдің бір шеф-повармен қандай да бір қатынасы болған белгілі болады. Детективтер оған келген кезде ол қашып кетеді, бірақ бірден ұсталады. Ол өлген әйелмен кездеспегенін айтады. Детективтер тағы бір куәгерден жауап алады, оның да бұл қылмысқа қатысы жоғы белгілі болады. Шеф-повардың көкесі өлген әйелмен бірге болған. Әйел оның көкесіне қоқаң-лоққы көрсеткен. Әйелді өлтіру үшін ол шеф-поварға ақша берген, ол келіскен. Содан шеф-повар мотоциклист жігітке айтқан, әйелді өлтіру керек екенін, ол басында бас тартып, кейін келіскен. Содан жарты ақшасын да алған. Сол себепті де мотоциклист басты күдіктіге айналады. Мотоциклист біреумен төбелессе де ол жоғарыдан құлап кетеді. Содан оның телефонын алады да қоңыраулар тізімін қарап, ішіне жауап берген куәгерлердің бірі белгілі болады. Бұл куәгерден жауап алу үшін қайта шақырады оны. Ол осы уақытқа дейін өтірік айтқанын, мотоциклисттің әйелді көргенін, соған куә болғанын айтады. Сосын мотоциклисттің ізіне түстім, ол екінші әйелді тонады деп жауап береді. Детективтер куәгердің жауабына сенбейді. Мотоциклист болу үшін сәйкестік тым көп дейді. Сондықтан олар куәгерді жіберіп, оны бақылауға көшеді. Детективтер тағы бір куәгерден жауап алады. Ол кезде ол мас болдым, ештеңе есімде жоқ дейді. Қолында гипс бар адам осы кісінің әйелі. Әйел ажырасқысы келгендіктен сол жақта сөйлесіп сөзге келіп қалғандарын айтады. Содан детективтер оның әйелінен күдіктенеді. Ол бірдеңе жасыруда деп. Сосын осы гипс бар әйелден жауап алады. Ол өзі мотоцикл қағып кеткесін, гипс пайда болғанын айтады. Әйелдің әріптестері ол үйі мен көлігін сатқан айтады. Сол кезде детектив осы әйелден күдіктен бастайды. Детективтер көлік апатынан өлген бір адамды біледі. Осы екі істің қатысы барына сенімді. Содан полиция бұл ерлі-зайыптыны ұстауға көшеді, бірақ екеуі де өз орындарында болмайды. Екеуін барлық жерден іздейді. Екеуі баласын ұшаққа отырғызып жібереді де, сосын ұсталады. Әйел полицейлердің сұрағына жауап береді. Күйеуі бір адамға қарыз болған, сол адамнан бұл әйел сөйлескен сол адаммен. Еркек әйелді қорқытқан, сол кезде ол көлігіне отырады да, артына бұл еркек жармасқанда оны байқамай қағып кеткен. Сосын ол еркек өліп қалған. Ерлі-зайыпты еркекті тастап, оқиға орнынан кетіп қалып, көлікті суға лақтырып жіберген. Бәрі бітті деп ойлаған еді. Сол кезде әйелге сен адам өлтірдің, мен көрдім деп біреу хабарласады. Бұл өліп қалған әйел еді. Сол бұл әйелге қоқаң-лоққы көрсетеді. Басында ол 300 мың берген, сосын бір айдан кейін тағы бересің дейді. Сосын ерлі-зайыпты бұл әйелді өлтіруге шешім қабылдайды. Детективтер әйелге қолыңызды қалай жарақаттадыңыз дегенде оны әдейі жасағанын айтады. Күйеуі қолын таспен ұрады, әдейі, күдік келтірмес үшін. Сонымен бұл әйел өзіне қоқаң-лоққы көрсеткен әйелді өлтіреді. Сонымен көлігімен бірге суға лақтырып жіберуді ойлайды, бірақ сол сәтте мотоциклист пайда болады. Сондықтан өлген әйелді көліктің ішіне салып тастайды да қашып кетеді. Мотоциклист лақтырып жіберген, яғни ол қазір ауруханада жатыр. Соны құлатқан осы әйелдің күйеуі еді. Өлген әйел неге қоқаң-лоққы көрсетті десек, оған ақша керек болған. Баласы бұрынғы күйеуінде болған, оны алайын десе, күйеуі миллион сұраған. Баласы 4 жасында анасыз қалды. Ақыр соңында мотоциклист оянады. Ол шынымен әйелді өлтіруге бұйрық алған, бірақ мотоциклі жүрмей қалғанын айтады. Ол кештеу келсе, әйел қансырап жатады. Содан ол көліктің айнасын шағып, оның сөмкесін алып кетеді. Келе жатқанда оны өлтірген әйел мотоциклисті құлатады, сөмкені алмақ болады. Сонымен тағы бір адам пайда болғасын, мотоциклист қашып кеткен. Әйелді өлтірген ерлі-зайыпқа телефон керек болған, бірақ телефон мотоциклистте болмаған. Бұл түсіп қалған көрінеді. Бұл телефонды детектив тауып алады. Ал енді шындық ашылатын кез. Ерлі-зайыптының айтқандарының көпшілігі өтірік. Баласын қорғау үшін. Ерлі-зайыптының баласы беру үшін өзі келеді, ол ешқайда
ұшпаған. Әке-шешесі жоқ кезде бала көлікке отырады, көлікті үйренгенмен ешқашан жалғыз жүріп көрмеген. Сол кезде әкесін ренжіткен адамнан кек алмақ болған, сөйлеспек болған. Сосын бала қорқып кетіп көлікке отырады, ал көліктің артына дәл осы ер адам жармасады. Оны бала көрмеген. Сонымен байқамай оны өлтіріп алады. Оны өлген әйел видеоға түсіріп алып, қоқан-лоққы көрсеткен. Сонымен анасы мен ұлы кездесіп қалады, сол жаңағы полиция бөлімшесінде жылайды, қоштасады. Ұлы анасы босайды деп ойлаған, бірақ олай болмай шығады. Сонымен бұл әйелді өлтірген үшін, ұлы отырған көлікті суға лақтырып жіберген үшін, әйел өлім жазасына кесіледі, ал күйеуі әйелінің қылмысына сыбайлас болған үшін өмір бойына бас бостандығынан айырылады. Ал ұлы кәмелет жасқа толмағандықтан, өзі берілгендіктен және адамды байқамай өлтіріп алғандықтан жазадан құтылып кетеді. Көп жылдар өтеді. Соңында дәл осы бала енді үлкен жігіт түрмеге келіп әкесінің алдында пианинода ойнайды. Сонымен фильм өз мәресіне жетеді. Мінекей осындай бір фильм болды, маған өте қатты ұнады. Әсіресе соңына қарай анау пианино ойнаған жерінде өз басым көзіме бір жас алдым. Өте бір қызық фильм болды. Триллер жанрында десе болатын шығар. Триллер және детектив жанрында осындай фильм болды. Егер обзор ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, аңдама жазыла кетіңіздер.